1995 жылдың 30 тамызы Қазақстан халқы тарихи таңдау жасаған ұлы бетбұрыс күні. Бүкіл халықтық референдумда Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. Елдің негізгі заңы қабылданбай тұрып, Конституция жобасы көпшіліктің кең талқысынан өтті. Конституцияның өзегі адам және азамат бөлігі. Онда жеке адамның негізгі құқықтары мен бостандықтары танылады және кепілдік беріледі. Қазақстан Республикасының Конституциясы халық атынан билік етіп және оның ерік-жігерін жүзеге асыра отырып, еліміздің табысты дамуының берік тұғырына айналды. Тәуелсіз Қазақстан өз даму тарихында түрлі белестерден өтті. Біздің бүгінгі мақсатымыз еліміздің даму стратегиясының тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз ете отырып, алдымызға қойылған міндеттерді еңсеру.